Құймақ арасына картоп және сыр қосу. Бұл құймақтар ерекше әрі дәмді болады. Картоп пюресі мен сыр қосылған құймақтар нағыз рахат. Құрамы: құймақ үшін 1 кесе ұн, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, 1-2 шай қасық тұз, 1 кесе сүт, 2 ас қасық өсімдік майы қуыру үшін, 1-2 шай қасық разрыхлитель немесе 1-2 шай қасық сода, 1 шай қасық ванильді қант қалау бойынша. Картоп пен сыр үшін: 3 орташа картоп, 150 қатты сыр, гауда, чеддер немесе басқа, 2 ас қасық сары май, тұз, қара бұрыш дәміне қарай. Сарымсақ қалау бойынша. Дайындау жолы: 1 құймақ қамырын дайындау. Алдымен үлкен ыдысқа ұнды, қантты, тұзды, разрыхлитель немесе соданы қосып араластырыңыз. Жұмыртқаны бөлек ыдысқа сындырып, оған сүтті қосып жақсылап араластырыңыз. Оны ұнды қоспамен біріктіріп, қамырды дайындаңыз. Қамыр тым қою болса, сүт қосып, консистенциясын реттеңіз. 2 құймақты пісіру. Табаңызды орташа отта қыздырып, оған аздап өсімдік майын құйыңыз. Әрбір құймақты табаға құйып, біркелкі етіп жайыңыз. Bir жағы қызарған соң, оны аударып, екінші жағын қуырыңыз. Осылайша барлық құймақты пісіріңіз. 3 картопты дайындау. Картопты жақсылап жуыңыз, қайнап тұрған суға салыңыз да 20 минуттай пісіріңіз. Картоп пісіп шыққан соң, оны қабығынан ашып, ыстық күйінде пюре жасаңыз. Пюреға сары май, тұз, қара бұрыш және қалауыңыз бойынша сарымсақ қосып жақсылап араластырыңыз. Үгітілген сырды қосып толық араластырыңыз. 4 құймақтарды толтыру. Дайын құймақтардың әрқайсысының ортасына картоп пен сыр қоспасын салыңыз. Құймақтарды ораңыз немесе 2 ұшын жауып жинаңыз. Егер қажет болса, құймақтарды қайтадан табада 2-3 минуттай қыздырып, сыр толық ерігенше пісіріңіз. 5 подача. Құймақтарды ыстық күйінде дастарханға қойып, үстіне қаймақ немесе көк шөптермен безендіріп ұсыныңыз.